Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер. Біздер конкурсты аяғына дейін жеткіземіз. Өткен видеоларды қараған болсаңыздар, барлық комиссия мүшесімен біздер голос беріп, допуск беріп шықтық кейбір поставщиктерге, атқылын жасайтын поставщиктерге атқылын жасадық. Солай барлық комиссия мүшесімен жасап шыққаннан кейін секретардың кілтімен кіресіздер. Дәл осы конкурсқа кіріп, мына жерде доступный действия кіріп, посмотреть заявки басасыздар. Соның ішінде контроль голосования деп тұр. Завершить голосование батырмасын басасыздар. Так, завершить голосование батырмасын басқаннан кейін мына жерде сформировать протокол итогов деген шығады. Сформировать протокол итогов басасыз. Протокол сформировать етіледі. Қазір күтейік, сайт жасамай жатыр. Немесе доступный действие барып, сформировать протокол итогов батырмасын басасыздар. Сформировать протокол итогов басқаннан кейін, мына жерде доступный действиеда дәл осындай 3 қана вкладка қалады. Осының ішінде протоколға кіресіздер. Протоколдың төменгі жағына басып, барлық комиссия мүшелерімен, секретармен осы жерге қол қойып шығасыздар. Так, құрметті әріптестер, протоколы деген жерде барлық комиссия мүшесімен, секретармен барлығына қол қойып болғаннан кейін қайтадан секретардың кілтімен кіресіздер. Рабочий кабинет, мои объявления кіріп, жаңағы конкурсты тауып аласыздар. Мүмкін сіздер ценовку ойнатып, из одного источника не состоящий болып, басқа да тауарлар ойнатып, конкурстарыңыз астқа түсіп кетуі мүмкін. Соны астадан мұқият қарайсыздар. Статусы формирования протокол итогов деп тұрады. Соны секретармен кіріп, доступный действиеге опубликовать протокол итогов батырмасын басасыз. Содан кейін қорытынды шықты. Енді обжалование уақытын күтесіздер. Обжалование уақыттан аман шыққаннан кейін договор жіберуге болады. Назарларыңызға рахмет.